Испания чемпионаты үзілістен кейін қайта жалғасу алдында Реал Мадридтің бас бапкері Зинедин Зидан былай деген еді: алда 11 матч, 11 финал. Біз бәрінде ұтуымыз керек. Сонда ғана чемпион боламыз. Кеше 37-ші турда Реал Вильяреалға қарсы кезекті финалда жеңіске жетті. Жанкүйерлерін көптен күткен қуанышқа бөледі. Зидан сөзінде тұрды: ресми түрде Мадрид чемпион. Армысыздар, құрметті көрермендер. Тарас FIFA арнасында мен жарайды, есімімді жасырын ұстай тұрайын. Комментарийді бірінші болып мені даусымнан таныған адамға донер мен кола әперемін. Болмаса ақшасын сап жіберем. Бексұлтан Кеулемқосов иіс пен дәм сезбей қалуына байланысты бұл видеоны өзі түсіре алмады. Иіс пен дәм сезбеудің жұмысқа не қатысы бар екен мен де ұқпадым. Қысқасы, Тарас FIFA маған хабарласып, кәсіби футбол комментаторы болғандықтан Реалдың чемпиондығы жайлы ой бөлісуімді сұрады. Қысқаша ойымды айтсам, Реал красавчик. Қысқаша айтпасам, жағдай былай. Лайк бассыңыздар ма? Кеттік. Бұл видеоның серіктесі ең сенімді компания 1xBet. 18 шілдеде Арсенал Манчестер Ситимен ойнайды. Ол ойынға 1xBet арқылы болжам жасаңыз. Және де Тарас FIFA промокод арқылы бірінші депозитке 100 бонустық доллар алыңыз. Және де Тарас FIFA промокоды арқылы бірінші депозитке 100 бонустық доллар алыңыз. Бланкос чемпиондыққа барынша прагматикалық стильде қол жеткізді. Олар Барсаға қарағанда 13 голға аз соғып, қақпасына 37 матчта небәрі 23 ақ доп өткізіп алды. Тіпті Атлетиканың өзі көбірек гол тойлаған. Кейде Реалдың ойындары АСМР сияқты әсер ететін, ұйқыға кенелуге жақсы көмегі бар. Үзілістен кейінгі ойындарға қарайықшы. Мадрид Хетафе мен Атлетикпен ойындарда пенальтиден жалғыз голды рәсімдеген. Алавесті тізе бүктіруге 11 метрлікті септігі тиген. Соңғы 7 матчта чемпиондар бірде рет 2 голдан көп дарытқан емес. Реал Мадрид ақырын жүріп анық басты. Сөйтіп, еңбегі далаға кетпеді. Қандай керемет. Барселона бар болғаны күміс жүлдегер. Реал чемпион. Бұл маусым сонау Фабио Капеллоның соңғы чемпиондық сезонын еске түсіреді. Тарас FIFA-ның құрметті көрермендер. Бұл маусым сонау Фабио Капеллоның соңғы чемпиондық сезонын еске түсіреді. Тарас FIFA-ның құрметті көрермендері. Ол кезде футболды көрмегенде шығар. Жұмыста болған, семья асырау керек, уақыт жоқ. В общем, Капелло Реалдың тізгінін екінші рет ұстағанда 2006-2007 жылдардағы маусымда чемпиондық титулды осылай прагматикалық стильде ұтқан. Алиса, прагматика деген немене бәле өзі? Қызығы, Капелло триумфтан кейін небәрі 12 күн өтер өтпестен жұмысынан қуылды. Ал Зидан Реалды ұзақ уақыт баптасын десеңіздер, лайк басыңыздар. Флорентино Перес шешімді осы видеоның лайк санына қарап қабылдайды дейді. Өтірік айтатын сияқты негізі солай дейтіндер. 2007 жылы Реал чемпион атанғанда сол кездегі спорт директоры Предраг Миятовичтің айтқаны мынадай болды: бізге чемпион болу жеткіліксіз. Бізге әр матчта сенімді ойнап, қарсыласты ойсырату маңызды. Сол 2007 жылдарға қайтып оралсам ғой. Рик, верни мне мой 2007. Әрине қазір заман басқа. Мадридтің Реалы көп қарсыласын ойсырата жеңбесе де нағыз ерлігін паш етті. Наурыздағы Эл Классикаға дейін Испания астанасының клубы чемпион атанады деп сенгендер болды ма? Болса, пікірде жаза отырыңыздар. Жоқ деп комментарий қалдырып кетіңіздер. Сосын сливочный деген қазақша қалай болады? Клегейлілер немесе сүттілер десек бір қуып өткен сияқты боламыз. Сол сливочныйлар карантинге дейін каталониялық қарсыластарынан 2 балға қалып тұрған. Бірақ Барсаға немесе 3-ші орындағы Атлетика Мадридке қарағанда қалған дистанцияны ровно жүріп өтті. Ровно жігіттер ғой өзі. Даже атлетикалық Сауль бар емес пе, сол былай деді: олар өте жоғары деңгейде ойнады. Көп ойындарды пенальти арқасында жеңді. Реалға бар көмекке келді дейсіздер ме? Білесіздер ме, неге Реал 11 метрлікті көп тебеді? Себебі оларға қарсы ойын тәртібі көп бұзылады. Сауль братан каканаис дұрыс айтып тұр. Реал көп шабуылдайды, сондықтан қорғаушылар мадридтіктерді тоқтатуға тырысады. Әдетте ойын тәртібін бұзып қана. Рестарттан кейінгі 10 ойында 30 ұпай. Реал осы аралықта небәрі 4-ақ гол жіберді. 37-ші турда Вильяреалдық Висенте Ибора есепті қысқартпағанда үйдегі бос ойында гол жібермей, ақ жейделер өз рекордын қайталайтын еді. Ал сары субмарина қақпасына Карим Бензема дубль рәсімдеді. Екінші гол тіпті ерекше соғылды. Басында пенальтиді тебемдеп Серхио Рамос шыққан. Ол нүктеден Бенземаға пас беріп қызық жасады. Сосын төреші айып соққысын қайта орындауды сұрады. Бұл жолы шабуылшының өзі тепті. Карим 2 маусым қатарынан 20-дан көп гол тойлап жүр. Криштиану Роналду кеткеннен кейін француз көлеңкеден шығып жарқырап кетті. Былтырда, биыл да Бензема 21 гол соқты. Биыл 11 гол пасын шығарды.
Гол плюс пас көрсеткіші бойынша ол екінші орында. Көш басындағы Лионель Месси де 23 гол плюс 20 ассист. Сұмдығай. Бенземаның ойына сіз тәнті болуыңыз мүмкін. Болмаса жақтырмайтын да шығарсыз. Бірақ биыл чемпион атануға қосқан үлесін мойындамауыңыз қате болар. Биыл көп мадридтік футболшы жаңа деңгейге шықты. Әсіресе Карим Бензема. Одан бөлек қақпашы Тибо Куртуа да хейтерлердің аузын жапты. Рамос 34-те келсе де қорғаныста қарсыласқа гол соғуға кедергі жасап қана қоймай, өзі де 10 рет өзге команда қақпашыларын ренжітті. Жартысынан көбі пенальтиден соғылған. Но, тем не менее, орталық қорғаушы емес пе? Ла Лига тарихында одан көп гол соққан қорғаушы жоқ. Осы маусымда Эден Азар, Винисиус, Лукас Васкес, Гаррет Бейл мен Исканың голдарын қоссақ, бәрібір Рамостың соққанына саны жетпейді. Капитан жарады. Тони Кросс, Каземиро, Федерико Вальверделерді де атауға болады. Бірақ басты қаһарман кім екенін бәріміз білеміз. Ол ешқандай да ойыншы емес. Ол бапкер Зинедин Зидан. Бұрын ойыншы болған әлбетте. Реалға оралғанда француз тез арада бапкер ретінде 11-ші титулын иеленеді деп сендіңіздер ме? Оның қайта келуін бір скепсиспен қабылдадық қой. Алиса, скепсис дегенде немене бәле? Хулиан Лопетеги мен Сантьяго Солари быт-шытын шығарып жіберген ұжымды қабылдады. Бұрынғыдай Дайнасқа тік қасық болды дей алмаймыз. Или бұрынғыдай, конечно, Реалда Роналду бар ғой деуде қате. Оны алмастыруға келген азар-тозар болып жүргенде Зидан командасын бельгиялықсыз-ақ ретке келтірді. Бапкер тек психологиялық тұрғыда ұжымға мотивация сыйлай алатын тұлға ғана емес, сондай-ақ мықты тактик екенін де дәлелдеді. Зидан ұтпаған маңызды трофей қалмады. Енді оған тағы бір рет Чемпиондар Лигасын жеңу керек. Биыл ма, кім біліпті, мүмкін биыл да шығар. Егер Манчестер Ситиге қарсы ширек финалдың қарымта ойыны дер уақытында өткенде, Реалмен давно қоштасатын едік. Бірақ испандықтардың жолы болды. Қазір күшейіп алып, қалалықтарға той тарс беруге дайын сияқты. Манчестер Сити келер жыл Чемпиондар Лигасына шеттетілмейтін болды. Бұл қуанышты жаңалық Реалға да бақыт сыйлауы мүмкін. Себебі Сити алдағы ойынға соңғы кездесуге шыққандай болмайды. Қалай болсын, биыл трофей жеңу деген мақсат енді жоқ. Биыл болмаса, келер жылы точно деген ой енді ағылшындықтарды мазаламайтыны анық. Айтпақшы, айттым ғой демей-ақ қояйын, бірақ айттым ғой. Манчестер Сити апелляцияны жеңді. 22 қаңтарда УЕФА Ситиді кәрі құрлықтың беделді топ додасынан ысырып тастаған. 14 ақпанда бұл жаңалық елге жетті. Бәріміз шок болып қалдық кәдімгідей. Бірақ басшылық даканса барамыз деді. Даканса барды. Ресми түрде спорт арбитраж соты берген жауап мынадай. Сити фейрплей ережесін бұзды. Бірақ 2015 жылы. Қуасындар ма 5 жылдан аса уақыт бұрын өтіп кеткен заң бұзушылықты қазір қарап отқандарын не? Отмена деді. Сонда УЕФА-да қуат кәдімгідей бар ғой. Өтіп кеткен істі жеңе алмайтынын біле тұра, жайша былықтырғаныма бұл жерде бір гәп бар сияқты. $миллиард гәп бар осы. УЕФАның топ клубтарға сөз өтпейді екен. Сол Астана, Астра, Бешикташтарды жазалап жүре берсін. Негізі Сити сотта сәл кешірек жеңгенде ғой. Реалға қарсы ойынға соғысқа аттанғандай шығар еді. Бірақ одан ойын көркі қатты азая қоймас. Испания чемпиондары Англияның күміс жүлдегерлеріне қарсы. Мықты матч бізді күтіп тұр. Ал әзірге Реал Мадридтің триумфымен шын жүректен құттықтаймын. Барша қазақстандық жанкүйерлердің қуанышына ортақпын. Хала Мадрид. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал Барсаны жанкүйері болсаңыздар, дизлайк басыңыздар. Менің каналымыз маған бәрібір лайк па, дизлайк па. Осымен видео тәмамдалды. Сіздермен бірге болғанмен пікірде жазасыздарға кім екенімді. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сүйдім.